Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін кезектегі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақ өте маңызды. Бұл жерде қазір мен бірінші рет көріп тұрған адамдар бар шығар. Қысқаша өзімді таныстырайын. Атым Қонысбай. 30 жылдан артық мен сауда системасындамын. Сол сауда системаның 20 жылдан артығы ол сетевой маркетинг, желілі маркетинг. Желілі маркетингте көптеген адамды біз шақырады, уговаривать етеді, жалынады, үгіттейді, тағы бірдеңе, бірақ мені ешкім шақырған жоқ, маған презентация өтілген жоқ. Мен өзім келдім деп айтсам болады. Мен өнімнен жақсы нәтиже алдым, бірақ бизнесіне қызықпадым. Сондай жүргенде мен осы жерде осы сетевой маркетинг не екенін де білмеймін, бірақ осындай бір компанияда үлкен ақша тауып жатқан адамдардың тарихын естіп қалдым. Сосын зерттедім, үйрендім. Ол кезде біз тұтынушы ретінде тізімнен өтіп қойғанбыз, регистрациядан да. Соның жаңағы үйде маркетингі бар, маркетинг есептеп, бұл жерде егер желі құрып білсек, бізде тұрақты ақша келіп тұратын түсініп, есептеп, мен өзім кіргенмін. Содан 3 жыл оқусыз жұмыс жасағанбыз. Біздің тәлімгерлеріміз 2000 километр ұзақта болған. Ол заманда осындай интернет жоқ. 3 жылда нәтиже, орта дәрежеге жеттім, бірақ жұмыс істейтін адам жоқ. Содан кейін оқу системасы келді. Оған қатынасып, сол оқуларын үйреніп, 3 жылда құрған бизнесіміз кейінгі 3 жылда біздің барымыз жоғымызға қарамай, ол бизнес жүріп тұра беретін дәрежеге келді. Тіпті 2009-дан 2019-ға дейін біз Өзбекстанда тұрғанбыз. Сол кезде Өзбекстанда бұл тоқтап қалды біздің компаниямыз. Соған қарамастан, осы Қазақстанда менде структуралар пайда болды. 10 жыл бойы біз еш жұмыс жасамасақ та бізге ақша келіп тұрды белгілі дәрежеде. Яғни ол сондай системада, осы Вибгуд жайлы естіген кезде менде көптеген адам сияқты қабылдамадым. Бірінші, екінші, үшінші адам айтқаннан кейін мен өзім зерттедім, үйрендім. Себебі біз қандай бизнес бастасақ та оның заң жағына көңіл бөлуіміз керек. Себебі ол заңсыз болса жауап қалуы мүмкін, тағы басқа. Екіншіден заң алдында жауап беруге тура келеді. Ол үшін бұны жақсылап зерттеп үйренгеннен кейін, бұл енді қазіргі заманның талабы, интернетте көп ақша тауып жатыр. Соны қабылдап, өзім шешім қабылдап, сол ана компаниядағы орнымызды аннулировать етіп, өшіртіп дейді ғой, сол кезде біз Қытайға путевка ұтып қойған едік. Қытайға уже кету дайындық болып, паспорттар тапсырылып, уже визалар жасалып қойған еді. Ол мақсат компания өткенде ол да күйіп кетті. Ақшамызды да көбін ала алмай қалдық. Сонымен 100% осы Вибгудқа өтіп кеткенбіз. Бұл қысқаша. Енді бүгінгі сабағымыз, біз енді осы жерге көп адам келеді. Маған осы бүгінгі сабақ өте керемет көмек берді. Сол үшін қазір мұқият тыңдап, записте болады. Ручка қағаздарыңыз болса, алып жазып алсаңыздар болады. Бұл сіздің өзіңізге, сосын сіздің ізіңізден келетін адамдарға өте пайдалы ақпарат беріледі. Бұл сабақтың аты советы начинающим дистрибьюторам деп айтылады. Негізі осы бизнес бастап жатқандарға кеңестер деген, жаңадан бастап жатқан адамдарға кеңес деп айтылады. Бұл сабақтың келіп шығуы сетевой маркетинг қазір 90 жылдан бері бар. Жүз мыңдаған адамдар үлкен табысқа жетісті. Сол уақыттың кезінде миллиондаған мүмкін болуы мүмкін. Сол адамдардың тәжірибесінің жиынтығынан келіп шыққан, солардың беретін кеңестері. Енді бірінші кеңес, бұл презентациядан соң бизнес бастауға асықпаң дейді. Көптеген адам презентацияны тыңдап алады, сөйтеді, ол қандай ой болады? Бұл өте оңай бизнес. Мен адамдарға ол десе өзі бұл жерде мүмкіндік көріп білді, ол қалауы бар еді, ақша табам деген. Соны тапты. Ол ойлайды, барлық адам сондай. Мен кімге айтсам бәрі осы жерге келеді деп ойлайды да. Не презентация өтіп білмейді, не тәртібін білмейді. Бұдан көп отказ алады. Көп отказ алады да, өзі болды, оның бизнесі тоқтайды. Сол үшін презентациядан соң, пока үйренгенше бизнес бастауға асықпау керек. Мен өзімнің соңымнан келген әрбір жаңадан келген адамға айтамын сондай. Бірақ енді адам әртүрлі ғой өзі. Бастап кететіндер бар. Сол үшін бірінші кезекте біз осыны есеге алуымыз керек. Презентациядан соң бизнес бастауға асықпауымыз керек. Ізімізден келген адамға айту керек. Не себеп? Бұл мамандық, бұл кәсіп, бұны оқып үйренеміз. Бұл жерде үлкен ақша бар ма, демек біз үйренеміз керек. Екіншісі, сабақтарға, структуралық жиналыстарға қалмай қатысуымыз керек.
тағы да опять же айтамын, бұл әрқандай мысалға ақша табудың жолы көп қой. Мысалға әртүрлі жерде ақша табу үшін, бірақ ақша табу не затқа байланысты, білімге байланысты. Білімі жоқ, сауат жоқ, білімі жоқ адам не істейді? Ол грузчик бола алады, немесе уборщик. Даже уборщик та бола алмайды. Қазір клининговый компанияларға жұмысқа баратын болса, ана техникадан қалай пайдаланып, бәрібір қандай да бір обучение, посудомойщик болуы мүмкін болған. Ал оқытушы болу үшін адам келіп бірден мен оқытушы боламын деп айта ала ма? Айта алмайды. Айта алмайды, ондай жоқ қой. Ол 5 жыл оқу керек оқытушы болу үшін. Врач болу үшін 7 жыл, 2 жыл интернеті бар, 9 жылға кетеді. Әрқандай мамандықта оқу керек. Қарапайым водитель болу үшін де автошколда оқу керек. Ал еткішіне сапожник оқымай, ол ақша таба ала ма? Ақша таба алмайды. Бетте ол шәкірт түсу керек, оқу керек. Сол үшін біз бір зат түсінуіміз керек. Біз бұл жерге келдік па, бұл жерде үлкен ақшалар бар. Оқусыз болмайды. Сол менде осы жұмысымды бастаған кезде мен де оқымай бастағанмын. 3 жыл жұмыс жасағанмын. 3 жылда орта дәреже статус пайда болды, бірақ жұмыс жасайтын адам жоқ. Бір өзім структурамда. Мен сол кезде түсіндім. Мен бір зат дұрыс емес жасап жүрмін. Осы Алматыға келгенде бұл жерде тағы бір сондай жігіт, ол да сол дәрежеге жеткен. Сұрадым, қалай енді мынандай орта дәрежеге жеттің сен, статус? Десем, бір өзім дейді, структуранда адам жоқ, ешкім жұмыс жасамайды. Менде де сол жағдай, не істеу керек? Содан кейін біз оқуына қатты көңіл бөліп, сондай көп уақыт жібергіміз келмесе оқу керек. Енді оқу дегенде былай адамдар былай түсінеді, мен естимін да арасында. Сабақ күнде бір зат қайталанады дейді. Жаңағы не дейді? Іш пыса ма, білмеймін. Күнде бір зат қайталанады. Мен айтамын, ол не бұл турецкий сериал емес қой, күнде жаңағы түрлі жаңағы оқиға бола беретін. Сұраймын да, сен не жұмыс істейсің сен? Сен күнде бір зат істейсің ба, немесе әртүрлі зат істейді ма адам? Мысалы, мұғалім мектепке барып жүріп, ой, мынау жанға тиіп кетті директорға, мен күнде оқыта беремін ба, давай маған басқа жұмыс бер деп айта алмайды ғой. Немесе ол жерден шығып кетіп, 2-ші жұмысқа, 3-ші жұмысқа, 5-ші жұмысқа. Біздің жұмысымыз осы. Мен 20 жылдан бері, 20 жылдан асты да, мен әр сабақта өтіп жатырмын, сабақтарға қатысамын да, мен қалмайды. Сол 2006 неде, ана бизнесте 2009-да, 2008-де мен үлкен дәрежеге жеттім, ең жоғары дәреже, одан кейін құрметті атақ келеді. Соған дейін, одан кейін де сол сабақтарға қатысады. Соның арқасында осы үлкен дәрежеге жетіп жүрдім. Сол үшін осыған өте көңіл болу керек, сабақтардан қалмай қатысамыз. Үшіншісі, әрекеттеріңіз жазып барың дейді. Әрқандай бір жерде біз жасаған әрекеттерімізді жазып жүреміз керек. Кімге презентация, кімді шақырды, кім келді, кім келмеді, кімге кім отказ берді, және тағы басқа деген. Ол үшін біз басқа сабақтарда айтылады ғой, жаңағы арман жазамыз, мақсат жазамыз, соның бәрі жазылады ғой. Сосын әрекеттер қандай? Таныстар тізімін жазамыз. Сол таныстар тізімін жазған кезде мына жағында графа болады, бос орын болады, сол жерге презентация деп белгілеп қойып, презентация өтілді, анау бірге шақырылды, келді, келмеді, немесе біреу толығымен отказ жасап келеді. Менде сол алдыңғы немде бәрі дәптер бәрі болатын, соны жазып жүрдім. Келдік. Себебі жаңағы бұл мида сақтап болмайды ғой бәрін. Бір шақырған адамның екінші рет шақырып жүруі мүмкін. Немесе бір адам бір қалып кетуі мүмкін, жақсы шақырмай. Сондай. Енді салыстырған кезде біз осы мына Ливгудта жұмыс жасағалы бері 3 адам тек отказ берді болған. Толығымен отказ да маған болмайды, маған жарамайды деген. Енді себептері бар. Біреуінде діни себеп, секта ма, сондай бір деңгейде. Екіншісінде көп пирамидаларға кіріп, көп ақша жойытқан, сол жауып болды, сосын үшеу. Қалғандан бәрі ойланып отыр. Ешкім отказ етіп отқан жоқ, маған болмайды деп отқан адам жоқ. Сол үшін оны жазып жүруіміз керек. Енді қалған әрекеттерді жазып жүру, мысалы біз сабақтарда, тренингте айтылады, 7 параметр деген бар. Сол 7 параметр, сол 7 параметрде сіздің жасайтын әрекеттеріңіз болады. Плюс, минус қойып тұра сол. Егер плюс қойып жүрген болсаңыз, ол енді бөлек сабақ енді отдельно. Просто түсініп кетіп жатырмын. Плюс қойып жүрген болсаңыз, сіз әрекетіңізді білесіз. Біз неге үміттенсеңіз болады. Егер минус болса, онда тілекке қарсы сіз әрекет жасамаған болып есептелесіз. Оны жазып жүрміз керек. Енді кейінгі 4-ші кеңес 1+1 формуласымен жұмыс жасаң дейді. 1+1 деген формула бар.
қазір біз енді былай жазып көргенде, мысалға, сіз бір адам тіркедіңіз бір айда, сіздің адамыңыз бір адам тіркеді. Кейінгі айда сіз бір адам тіркедіңіз, ана сіздің адамыңыз бір адам тіркеді, оны алып келген адам бір адам тіркеді. Кейінгі айда сіз бір адам тіркедіңіз, сіздің алып келген адамыңыз бір адам тіркеді, оны алып келген адам бір адам тіркеді, оны алып келген адам бір адам тіркеді. Сондай барлық адам, сізге структураңызға келген адам, бір адамнан тіркеп барса, бір жылда 4096 адам болады. Енді бұл былай есеп бойынша да, бірақ іс жүзінде ондай болып жатқан жоқ. Хотя бы соны пайдаланып, адамымызға давай біреу тіркелді ме, давай саған бір адам тіркейді. Ол адамға айтсын, сол формуланы үйрету керек. Сіздің адамыңызға айтайық, оған бір адам тіркейді, болды. Айына бір адам. Соны жасағанда 4096 адам болады екен. Бесінші, сәтсіздіктерге философиялық көз қараспен қараң дейді. Қалай сәтсіздік? Бізде де не зат сәтсіздік? Бізде де сәтсіздік бұл бизнесте, бұл отказ. Негізі отказ сәтсіздік емес ол. Отказ бұл біздің табысқа баратын жол. Лестница дейді ғой, лестница. Сол лестницаның бір басқышы. Отказ. Әр отказ сайын сіз жоғары көтеріп кете бересіз. Әр отказ сайын. Бірақ бұл бизнесті үйреніп болғанша, бізде сол мына не болады, эмоциональныймыз ғой, біз адам жақынымыз отказ береді, басқа отказ береді. Сондай кезде біз кішкене қиналамыз. Ол басында болады, бизнестің басында. Бірақ қаншалықты тез сол отказды ала берсеңіз, сізде иммунитет пайда болады. Иммунитет пайда болады, отказ етті ме, бұл кейінгі адамға өтіп кете бересіз. Мен бір неден үйрететін едім, осындай не бар, бір өзбектің несі бар еді, әншісі. Мынандай да несі, қазақшаға айтқанда, шашымнан көп танысым, сен болмасаң басқасы. Сол әнді айтыңда болды, вперед кете берің. Себебі бұл саралау, сортировка дейді ғой, сортировка деген саралау ма? Бұл сортировка бизнесі да, сортировка. Біздің жұмысымыз 1-2-3 жылдың ішінде бұл мүмкіндікті пайдаланам деген, пайдалануды қалайтын адамдарды анықтап алу болған. Біздің жұмысымыз барлық адам тіркеу, барлық адам жазу, біреуден осылай, мен естісем, бұл не адам жинау бизнесі ма деп айтады, сосын қандай дейді, мен адам жаздыруым керек па, адам тіркеу керек па? Мен айтамын, мен адам жаздырмаймын, мен тіркемеймін. Мен адамдарға мүмкіндік беремін, адамдар өзі жазылады, өзі келу керек өзіне. Сол үшін сәтсіздік деген бізде отказ, тезірек иммунитет жаратудың жолы көп, отказ алу болған. Но отказ 100% емес. Бізде айттым, маған 3 адам отказ берді. Оған қалғандар 10 айдан кейін келді, 11 айдан кейін келіп тіркелді. Жақын мен көшеде бірге өстік, бір мектепте оқыдық. Досым 1 жыл бұрын оған айтылған, 10 ай бұрын ба, 11 ай бұрын. Жақында тіркелді. Сондай адамдар, бұл мына диқаншылықтай. Сіз орыпты тұқым ектіңіз, ол бір күнде шықпайды ол. Сол сияқты, сол үшін бұған философиялық көзқараспен қарау керек. 6-шы, ұстазбен ақылдасып жұмыс жасаң дейді. Ұстазбен ақылдасың. Қай келген жерде ұстазбен. Мен көп мынандай нені байқаймын, чат көп бізде, осындай сабақтардың кезі болады. Сол чаттардан сұрап жатады адамдар. Қандай өнім қолданам, тағы бірдеңе, ұстазбен ақылдаспай жұмыс жасайды. Ол дұрыс емес. Себебі ұстаз қандай болғанда да, ол сізден бұрынырақ келген, ол тәжірибелі, ол бірден-бір адам, сіздің табысты болуыңызға қызығатын бірден-бір адам. Бірінші адам сіз өзіңіз, табысқа қызығатын. Екінші адам ұстазыңыз. Ал сізден көп ұстазыңыз көбірек сенеді сіздің табысқа жетісетініңізге. Сол үшін ұстаз өте маңызды. Әрқандай жағдай болған жағдайда ұстазбен ақылдасып жұмыс жасау керек. Қазір интернетте ақпарат көп, түрлі ақпарат. Маған да шығады, мен осы желімдегі структурадағы адамдар. Ой, мен пәленшені тыңдап едім, осындай деп жатыр, Артур Кашановты тыңдап едім, Лобанов бірдеңе деп жатыр. Көп қой соцсетте не. Россияның. Ол әрқайсысы өзінің несі бар, қызығушылығы бар да, ол сол жаққа бұрғысы келіп жатыр да. Мен айтамын оған, сен сырттан алма ақпаратты, менен ал бірінші, сосын первый источник. Первый источник бізге Бенгринский, Наудерхазан. Біз компаниядан алайық ақпаратты. Адамбыз ғой біз, мен де қателесуім мүмкін. Ролик жіберемін. Сол айтқан сұрағы бойынша айтамын,
ана жерде Бенгвинский мынандай деп айтты, анаулар қазір мынандай деп айтты. Міне мынау соны айтып тұрмын мен саған, мына несін алып оқып көр. Түсінікті. Сол үшін интернетте барлық нені ақтарып қарай бермейміз. Қызық болса просто қарап көріңіз, түсінің не себебі ол солай деп айтып жатыр. Мен бәрінен айтып отырмын, қазір олар түрлі жаңағы дұрыс емес ақпаратты да беріп жатқан жерлері бар да. Жетіншісі, дұрыс шақыруды үйрену дейді. Дұрыс шақыруды үйренбей тұрып бизнес бастамаған жақсы. Бірінші кезекте сол ізімізден келген адамға біз шақыруды үйретуіміз керек. Шақырудың себебі, дұрыс шақыру біздің бизнесімізде 70% табысты құрайды. Қалай түсіндіңіз? 70% табысымыз дұрыс шақырғанға байланысты. Егер біз дұрыс шақыруды білмесек, болды все. Аржа 30% ол ештеңе емес, жаңағы презентация өту, басқа деген сияқты. Сол үшін өте маңызды дұрыс шақыру бойынша сол жаңа тренингтерде өтіледі бар. Сол үшін мына ұстаздың міндеті сол келген адамды дұрыс шақыруға үйрету. Мен өзі келген адамнан сұраймын, сен актив боласың ба, пассив боласың ба? Егер ол пассив болса, түсіндіремін. 3 жыл болады, 3 жылдың есебін шығарып беремін. 3 жылда сенен $340 немесе $400 шығуы мүмкін. Сол саған мынандай. Хотя $300 келіп тұрса жаман емес пе? Жаман емес, жақсы, керемет қой. 2000-ға дейін бар. Пассивқа келгенде бұл үндемей төлеп отыр. Мынау келеді, мына есебі былай болады деп бәрін есептеп беремін. Активныйға келді ме? Активныйға келген болса, ол мен отдельно сөйлесетін не бар, екінші кездесу деген бар, ол отдельно сабақ, соны сөйлесіп түсіндіріп болғаннан кейін оған жаңағы таныстар тізімі шақыруды үйретемін. Шақырып үйренбей тұрып айтамын, сен неге шақырып үйренбей тұрып өзіңше жұмыс істеп кетсең, 2 жолың бар деймін. Бірінші система бойынша, системаның дұрыс жолы бойынша. Екінші өзіңше істесең гарантия жоқ. Мен жауап бермеймін. Сонымен шақыруды үйренді ме, 1 апта кете ме, 10 күн ба, 1-2 күнде үйренуге болады. Шақырып үйренді, болды, жұмыс жүрсе. Одан кейінгісі басқа қаладан структура құруға асықпаң дейді. Енді ол да үлкен табысқа жеткен адамдардың тәжірибесінің жеңісінен келген ғой. Мен сол бизнесті бастаған кезінде өзі үлкен қала емес, 400-500 мың адам тұратын қала. Мен 6 жыл сол қаладан шыға алмадым. Болмаса барлық 12-16 райондар бар. Барлық районда таныстарым бар. Барлық районда. Туыстары бар, нағашы, жиен, курстас, класстас, тағы бірдеңе. 6 жыл бойы мен сол қаладан шыға алмадым. Сол қаланың ішінде мен спискім біткен жоқ. Бірақ соның өзінде, мен сол қаланың өзінде 9 офис бар, соның 5-еуі менен шыққан структура, барлық районда офистар ашылды. Конференцияларына барып, обучение, тренинг өтіп тұрады. Соның арасында Қазақстанның 1-2 қалаларында ашылып кетті структуралар. Сосын мен тағы бір нені білемін, үлкен табысты болған біздің сол земляк, ол тек қана Алматыда мультимиллионер болды сол жерде, долларовый қазір өзі компания ашып алды. Сол жігіт Алматыдан шыққан жоқ. Қаладан шықпай отырып жұмыс жасады, барлық регионда адам пайда болды. Шетелден де адамдар пайда болды. Енді не себебі ондай айтылған, мен былай деп түсінемін, себебі басқа қалаға бардық па, ол 2 адам тіркеліп кету емес сол жерде. Адам тіркеліп па, біз ол адам үшін жауап береміз ғой, мысалға, не? Біз шақырдық, бизнес жасаймыз, үйретуіміз керек, оқытуымыз керек, ол процесс қой үлкен. Жаздырып тастап кеттік, енді ол. Мүмкін мына Лигутта болатын жаңағы онлайн оқытамын деген. Бірақ мен енді өзім ол практиканы қолданбаймын. Осы бір жерде, өзіміз отырған жерде негізі соны жасап алған дұрыс. Кейінгісі сабаққа өз адамдарыңызбен қатынасың дейді. Ол бұрын офлайнда болады, қазір онлайн бәрібір ғой, енді сабақ. Адам келеді, ол бар, сен сабаққа бара бер, кіргізіп жіберіп, 1 кіреді, 2 кіреді, кейін кірмей қалады бұл да. Не болады? Себебі бұл дупликация. Айтады ғой ата-баба, алдыңғы аруа қайдан жүрсе, кейінгі аруа сондан жүреді деп. Ол біздің сабаққа кірмегенімізді көрді ме, ол да кірмейді. Мен айтып отырмын, осы 20 жыл бойы, осы қазір онлайн ба, онлайнда болады. Біз енді адамбыз ғой, қонақ келеді, басқа шаруаларымыз болады. Не болған жағдайда мен сабаққа телеграм ғой, кім көріп жатқан жоқ қой, ешкім кірген. Сабаққа кіремін да, ана звугын өшіріп қоямын, мен ана тойда боламын, басқа жерде, бірақ мен сабақта отырыппын. Түсінесіз ба? Сол үшін
болғанша. Бірақ егер уақытым болып жатса мен тыңдаймын соны. Хотя бы мына жақта басқа жұмыс жасап отырсам да құлағымның бір шетімен ана лектор не айтып жатыр, қалай айтып жатыр, арасында тыңдап отырамын. Сол үшін сабақтарда сол адамдармен бірге кіреміз. Бар, сен сабаққа кір деп қалмаймыз сыртта. Сол сабақтың маңыздылығы сондай да. Одан кейінгі не кеңес, бизнесіңізді адал жұмыс жасаң дейді. Адал жұмыс жасаң деген қандай? Бұл жерде біріншіден біз ақпарат береміз. Сол бұрынғы компанияда жұмыс жасағанда мынандай правила деген болатын еді. Бизнес кодекс. Сол жерде жазылған. Біз біріншіден адамға тек осы компанияның беріп жатқан ақпаратын беруіміз керек. Артық емес, кем емес. Сондай жағдайлар болған, сен келдің 3 айдан кейін пассив аласың, 3 айдан кейін ақша аласың, 2 айдан кейін аласың деп көп адам тіркеп, көп адам негатив болып қалды осы 2 айда. Сол үшін ондай ақпарат бермеу керек. Бар ақпаратты беру керек. Сосын екіншісі бар, адал жұмысыңызды, бизнесіңізді адал жасаң деген. Мысалы бұл жерде переподписка деген нәрсе бар. Переподписка деген уже регистрациясы бар адамды өзіңе тіркеп алу. Ол ең болмайтын нәрсе. Себебі біз біреу жұмыс жасады, немесе егін екті да, ол егін шығып дайын тұрыпты, екінші адам келіп соны жинап кетсе не болды? Түсінікті ғой, не болған? Сондай нәрсе да бұл. Енді біз бұл жерде әдемі тілмен айтады, әдемі тілмен, переподписка. Мына парақорлықты коррупция дейді ғой, коррупция деген әдемі сөз да. Ол крутой сөз да. Коррупционер десе, ол крутой адам. Парақор деген сөз болса, соны өзгертіп қойған ғой. Переподписка деген, былайша не дейді, өзіміздің жай тілмен айтқанда ұрлық деген тең да, ұрлық. Сол үшін мысалға сол бұрынғы неде де болды, кейбір жағдайларда сондай жағдайда жолға қояды адамдар. Сол адам тіркеп алса болды, жазып алса болды. Бір адам ештеңе шешпейді. Бір адам сол жағында есепке алуымыз керек. Адам көп. Түсінікті ғой, адал жұмыс жасаң деген. Одан кейінгісі, 11-ге келдік. Басқа адам үшін ақша төлемең дейді. Енді орысша айтқанда, купленный дистрибьютор не работает. Сатып алынған адам жұмыс жасамайды. Бұрынғы бизнесте де болды, біз ақшам жоқ деп келеді, досым, туысым, не істейміз енді? Ол жерде мынандай $50 емес, көбірек ақша. Ол айтатын, зиян жоқ ма, мен саған орын әперемін, мен саған жаңағы квалификация болады ғой жерде мысалға. Хотя 300-ден бастау керек, 400-ден. Біз де себеп товарды алып сатып тұрмыз, бір движение бар, әрекет бар да, біз оны салып береміз. Оны өзімізге тіркесек, одан бәрібір өзімізге ақша келіп тұрыпты да. Ол выгодный вариант ол. Біз үшін де ақшамыз бар. Тіркей салатын ек соны. Өмірде сондайдың біреу жұмыс істемеген. Бұл біріншіден, екіншіден, мына дүниенің жаратылысының өзінің несі бар да, заңдары бар да. Ол шығыс шықпаса кірмейді деген. Біз ол адамның жолында жауып тастадық. Ол тіпті осы мына бизнеске келмей қояды. Мына жерде не бар? Осы Ливгудта бұл жерде не дейді, мынандай соблазн дейді ғой, орысша айтқанда. Сол өте күшті да, жаңағы қызылып тұрасың, досым ғой, туысқаным ғой, $50 төлей салайыншы соны, мен ақшам бар, сол ертең подарок қолына бере салам деген. Менде де болады сондай ой. Менің де туысқаным, інілерім бар, басқа ойланып тұрамын, сол 3 орын әперіп қойын, ертең қолына апарып берейін. Ойланамын картинаны, ол оның қадірін білмейді ғой, оның. Сосын жаңағы заң бойынша оның шығыс шықпай кіріс кірмейді. Одан шығын шыққан жоқ, одан кіріс кірмейді ғой. Оны қарап отқан бухгалтерия бар, бұл дүниенің бухгалтериясы да. Сол жұмыс жасайды, сондай заңдар жұмыс істейді. Сол заңдарды жақсы үйрендім, білгеннен кейін қолдан келгенше солмен әрекет жасау келеді да сол. Ол үшін оны да есепке алу керек. Сосын мына не болады? Конференция болады, тағы басқа болады. Сол кезде төлеп береді біреудің ақшасын. Кел, сен тегін кір, сен мынаны төлеп берейін, мынаны төлеп берейін. Продукцияны береді, бесплатно, тағы бірдеңе. Түсінікті ғой, сатып алынған адам жұмыс істемейді. Кейінгісі, өз планыңыз бойынша жұмыс жасаң дейді. Ол қалай деген сөз. Әркімнің өзінің жолы бар бұл жерде да. Біреу тез жетсе, біреу ерте, біреу кеш. Бұл жаңағы немес қой, бір жарыс, соревнование емес. Кім бірінші барады, кім екінші деген сөз. Бұл жерде әркімнің өзінің жолы бар. Бриллиант болдыңыз ба, бұл какая разница, 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін.
бізден кейін 10 жылдан кейін келгендерде бриллиант болады, коронавирус болады. Мүмкін бізден де үлкен бизнес қылып тастауы мүмкін болады. Барлық неде болған сете қойды. Кейіннен келген адамдар соны ана алаңlardan жақсы сол дәрежеге жетіп алған. Маған соны осы бизнеске келген кезде табысты адам дедім ғой, сол біздің жерлесіміз сол кезде 10 мың доллар тауып жүрген. Жаңа келіп енді танысып жатқан кезде сол енді айтқан, мен айтқан сөзім бар. Ой, қайда біз бұл жерге сол жерге бәленбай ақша алып жатқан, 500 мың доллары бар ма, бірдеңе ақшасы бар. Ой десем, айтқан сөз бар. Мен какая разница деді. 3 жыл кейін болды 500 мың доллар, 3 жыл алдын болды. Не разницасы бар десең, ойланып көрсең. Қандай бір разницасы бар? Сіз қазір сосын асығу керек емес. Әркімнің өзінің планы. Басқамен салыстырмаңыз өзіңізді. Сондай мағынада айтылғанда, өзіңіз әркімнің өзінің планы бар. 13-ші. Тек өз қалтаңыздағы ақшаны санаң дейді. Ол өте керемет айтылған. Осы кеңес бойынша сізге көп адам шақырамыз ғой. Сол адамды біліп алуға болады, ол адам. Сразу олардан отпер жасай жіберуге болады. Өз қалтаңызда не бар, сондай мақал мәтел дейді ма, не орысшасын айтайын кейін қазақша. Чужими деньгами интересуются дураки и бездельники дейді. Қалай түсіндік? Басқаның ақшасымен ақымақтармен жалқаулар, бездельник деген жалқау емес, не дейді қазақша қандай болады? Бездельник деген. Түсінікті, бездельник деген қазақша сөз ғой. Сондай адамдар қызығады дейді ақшамен. Іссіз жүргендер деп айтады. Іс шақпас па? Иә, білмедім солай. Иә, рахмет. Сондай сұрақ берді ма? Мысалы, сізде де болатын шығар, сұрайды, сіз өзіңіз қанша алып жатсыз? Ол сетевик болуы мүмкін, ол басқа болуы мүмкін. Сіз өзіңіз қанша алып жатсыз, деймін. Болды, ол или же ақымақ, или дурак, или демесе бездельник, екеуінің біреуі. Ол адамнан түк шықпайды. Менде болған сондай, даже мына залда өтіп жатқан кезде, таба өтіп жатқан кезде, сондай сұрақ берді да, бір жас қыз бен жігіт отырған екен. Өздерінше білгіштер жаңағылар, энергия жарып тұрады ғой, бір жас кезде, 18-20-ларда студент мүмкін. Соны сұрақты берді. Мен ол кезде тәжірибелімін білемін, ол сұрақтарға жауап бермейміз, қалай жауап беруді білеміз. Сол кезде айттым, негізі осындай, сіз ұқсамайсыз бірақ дедім да. Сізге тиісті емес, бірақ мынандай мақал бар дедім. Сосын айттым, ертең сіздің келетініңізден күмән дедім да. Осындай сұрақ бердім ма, ертең тегін сабақтар, сіз ертең келмейсіз. Деспейін, келген жоқ олар. И түсінікті ғой, сол үшін өзіміз де солай болуымыз керек. Пәленбай қанша алып жатыр, пәленде қанша алып жатыр деп, оның ақшасына қызықпаймыз. Біз өзіміздің планымызбен жұмыс жасауымыз керек. Кейінгісі, бизнеске өзіңізге ұнамды адамдар шақырып. Ол қандай мағынада айтылған? Бәріміздің ішінде таныстарымыздың арасында бар. Мысалы, шизофрения болуы мүмкін. Болды, бізде офиста сондай кісі пайда болып қалды. Нормально, бірақ жаңағы бәрімізде де бар шизофрения какой-то процент. Анда енді процент көп та. Адамдармен офисқа келсе, бір-екі адаммен ілісіп қалады да ол. Соны жүргеніміз жаңағы соны жуатып, басалып, сен жақсысың, сен молодецсің деген сияқты. Қиын ғой ондай жағдай болса. Сол кейіннен жаңағыдай сәл өтірікті қосып сөйлейтіндер болады. Сәл аферистке жақындар болады да. Негізі ондай адамдарды шақырмаған дұрыс. Қосып сөйлейтін болады, аферист емес, просто сәл өтірікті қосыңқырап сөйлейтін. Енді тағы да басқа түрлер бар ғой, сол үшін сол жағына да қарау керек. Бәріне бір тегіс жасай бермейді. Одан кейін рандеву, презентация ғой, презентацияның 3 түрі болады ғой, енді бірінші және де өтіледі сахнада, публичный презентация деп айтылады. Көпшілікке деген сөз бар да. Көпшілікке өтіледі презентация бар. Жеке презентация бар. Жеке бір кездесу кезінде адамға түсіндіріледі. Оны енді мына осы сетевой маркетингтің тілінде сондай термин бар. Рандеву деп айтылады. Рандеву француз тілінен аударылғанда кездесу деген сөз ғой. Соны өтуді үйренің презентацияны. Үшіншісі үй кружок, домашний кружок. Ішіндегі ең тиімді, мен осы практикада көрген, осы сетевой маркетинг ең тиімді рандеву. Жеке презентация өту. Соны жеке презентацияны өтуді өзіңіз үйреnin. Оның енді себептері бар, мен қысқаша түсіндіріп кетейін. Бізге жұмыс бастаған кезде өте ыңғайлы. Адамды алып келе береміз жаңағы.
спонсор бар ғой, спонсор түсіндіріп береді, спонсор алып келе береміз. Өте ыңғайлы ғой, өзің тек шақырдың, сөйлемейсің, спонсорың сөйлей береді, айта береді. Бірақ негізі бұл да жақсы, ыңғайлы, но деген жері бар. Ол келген кезде сіз шақырдыңыз, ол сізбен сөйлесемін деп келеді. Сіз алып келесіз да, оны танымайтын адамға кездестіресіз. Ол жатырқау деген болады. Енді қалай ол психология адамның ана ар жағында не құбылыс болып жатқанын біздер ана қимыл іс-әрекет түрінің несіне қарап отырып біліп отырады, қызынып отырады ол адам. Сұрақ бере алмайды. Ол ана досымен, сізбен сөйлесуге келді, мына жақта басқа біреумен сөйлеседі. Ну, редкі жағдайда болуы мүмкін, енді басындағы кезде болады. Сіз енді тікелей прямо айтсаңыз болады, мен жақында бастадым, бірақ менің осындай тәлімгерім өте табысты, керемет, бәрін түсіндіреді деп. Оны дайындап болып, ол бөлек сұрақ жауаппен. Негізі презентацияны қашан өзіңіз өтіп үйренесіз, одан кейін сіздің бизнесіңіз сол кезде жүрседі. Сол үшін бұл жерде қазір мына клуб Ликуд неде бар ғой, керемет презентация өтілгендер бар, онлайн өтетін жаңағы демонстрация экранмен. Просто соларды алып, орысшасы да бар, қазақшасы да бар, соларды жақсылап алып үйреніп алу керек. Сосын мен осы келген адам болса, жаңадан келген адам болса, басында 10-15-20 бірдеңе адамға түсіндіреміз, жаңағы сөйлесіп береміз, кейін ар жағына өзін отдельно сөйлесеміз, сен осындай болады, қалайсың ба, мынаны үйренесің. Соның арасында ол 15 презентацияны тыңдады, қолына текст береміз, немесе аудио, немесе видео, жаңағы презентацияны сөйтетін едік, сонымен айтамыз, ол тренировка жасау керек. Тренировка қалай болады? Живой адамға жасауға болады, тренировканы шақырдыңыз, сол адамға түсіндірдіңіз. Әр презентация өтіп болғаннан кейін, менде бұрын болатын еді. Мына жерін дұрыс айттым, мына жерін айта алмай қалдым, анализ жасайсыз. Әр презентация өткен сайын сіздің презентацияңыз жақсы болып кете береді. Может, бір 50-100-шіге барған кезде содан кейін 100% не болады, оған дейін болмайды. Сол кезде пока презентация өтіп үйренбегенше, бұл біздің күнделікті әрекетіміз да сол нәтижеге жеткізеді. Түсінікті ғой, енді ол бойынша қазір жұмыс жасалып жатыр. Может, текстовый вариант, может, видео, аудио варианттарын жасаймыз. Себебі біз бұрынғы бизнесте соны толық стандартный презентациялар жасағанбыз. Адамдар қолайлы, ыңғайлы қолдануға. Одан кейінгісі, сіз адаммен кездескенде есіңізде болу керек та, сіз оған сауға жасап жатсыз. 2 кілт, денсаулық пен байлықтың кілтін беріп жатсыз. Ол адам сауғаны қабыл қылады, қабыл қылмайды, ол адамның жұмысы. Сол үшін ол затқа көп қатты не қылмауымыз керек. Настройды соған жасауымыз керек біз. Бұрынғы бизнестен енді қазір осы жерде жоқ, бірақ ана бизнесте болды. Ол адам келіп 300-ге тіркелу керек. 300-ге тіркелсе $60 келеді. Сол біздер қатты соны қалап тұратын едік, сол адам. Қатты жаңағыдай тырысамыз да, сол адам жаздыру үшін түрлі приемдарды қолданамыз. Ол сезіліп тұрады. Ол біздің де маңдайымызда несіп тұрады, $300, $60 деген да. Ол адам сезіп отырады оны. Біз оған мүмкіндік беріп жатырмыз деп ойламаймыз. Біз пайда көреміз деп ойлап тұрмыз да ішімізде. Ондай кезде уже көп жағдайда минусқа кетеді, ол жағдайда нәтиже шықпайды. Қандай кезде нәтиже шығады? Нәтиже шығады, сіз бұл бизнестің мағынасын түсініп алып тұрып айтқан кезде. Менде болған практикада өте ауыр диагноз болды, менде онкология басталып жатыр. Танымайтын адам маған келіп ұсынды. Енді себептер болды ғой, танысуға, біреу арқылы келді ғой. Енді адамға өмірде денсаулыққа бәрін бір Алла ғой береді. Сол адам себепші болды да, маған алып келді. Мен биодобавкың не екенін білмеймін, басқа не екенін, маған сатты 100-ден артық. $120 ма, $110 ма, ол кісі қазір 84-те, берекет тапсын, өмір жасы ұзақ болсын, Людмила Петровна Андроса, қазір Россияда жасайды. Не болды, ол кісі пайда көрді ме, көрмеді ме? Әлбетте көрді пайда. Ол $10-20, мүмкін $30 пайда көрген шығар. Мен қандай пайда көрдім? Ол бір ақшаға салыстыратын нәрсе емес та болды. Содан кейін мен ана бизнесте соның осындай құндылығын білгеннен кейін мүмкін сол да маған көмек берген шығар. Мен қорқпайтын едім адамдарға айтуға. Білемін да, ол адам отказ етсе, ол маған отказ етіп отқан жоқ қой. Дені сау болғысы келмесе, ақша тапқысы келмесе, кінә менде емес ол. Өзінен көрсін. До свидания, екінші адам, до свидания, үшінші адам, сондай болды да. Мүмкін сол үшін мен айта алмаймын, жаңағы сіз қазір бірінші результат алып алып өзіңіз денсаулықтан кейін айтып деп. Мына осының өзі жеткілікті болар. Көп ондай жағдай. Көп адам өмірде сақтап алған. Біздің Ликудтың продукциясын
бұрын онкология 4-ші стадия больница отказ еткендер 1-2 айда тұрып жатыр, естіп жатсыз ондайларды. Инсульттан тұрып жатыр, ДСП-дан тұрып жатыр. Қарайған және басқа нелерден тез арада нәтиже беріп жатыр. Қол жетімді арзан ақшамен да. Сонда біз не істеп жатырмыз? Оған жаздырған кезде біздің мақсат соны $25 алып алу ма? Ал $10 айына төлеп тұрды. Неге? $10 неге деді? 112 теңге келеді болған. Ал бұл жерде басқа құндылық қой. Біз адамға не сыйлап жатырмыз? Ол ертең 100 адам жарайды, 100 адам отказ етті, соның ішінде 10 адам келді да, соның ішінде біреуі өмірі сақталды, біреуі бәрі ақша тауып кетті. Ертеңгі күн не болады? Ол адам алғыс айта ма? Ертең бақытты бола ма? Болады. Сол настроймен соны беріп жатырсыз. Біз адамға саған бақыт беріп жатырмын, мен оған жақсылық сыйлап жатырмын деген мағынада сондай настройда болуымыз керекпіз. Соны болуымыз керек. Сол кезде біздің сол энергетика беріліп тұрады, ол адамға сенім беріліп тұрады. Именно осы жерде сол зат бар екенін жақында келген адам болсаңыз, просто соны ақпараттарды үйреніп алың. Бар, группалар бар, жаратып қойып результаты, нәтиже, орысша, қазақша, тағы басқа деген. Ондай. Кейінгісі 17. 2 орындықта отырмаң дейді. 2 орындықта отырған суға кетеді дейді. Кешеде мен бір видео көрдім. Тоже осы Ливгудта бар адамдар негізі. Ливгудта жасап жатыр. Мына неде тағы бірдеңені жасап жатыр. Қазір соны естимін, мен айтып отырмай ақ қояйын, бір структураларда бар, естім да. Біз енді сетевой деген ол қай жерде не отырған бәрін естіп отырасыз. Сізде үлкен структура болады ғой. Сондай бір жерде бір офиста екі енді жасап жатқанда тағы бір платформа тауып алған, ол жерде де ақша бар да. Басып кнопканы басып отыра береді, ақша шығады. Мысалға да сондай. Енді негізі ол кезде фокус кетіп қалады басқа жаққа. Фокус кетіп қалады. Сол үшін біз өзімізде де болды сондай. Сол үшін 2 орындықта отырмаң, 1 орындықта. Егер қазір бір жұмыс жасап жүрген адамдар болса, қосымша жұмысында осы жерде бір айлық шығып алғанша, бір жақсы доходқа шығып алғанша болып, кейін жұмыстан қиын уволен болу. Но бірақ бір жақты болу керек. Сол кезде болады үлкен неге. Бізде болды, сол бизнеске келіп жұмысын тастап кеткендер болды. Ана бұрынғы бизнесте. Прямо жұмысынан шығып ішінде енді былай әшейін профессияларды айтпаймын. Оқытушы, колледж, техникум, сондай оқытушылар, олар есеп емес. Кәдімгі былай жұмысын сварщиктер, тағы бір жұмысын тастап келгендер. Управляющий банка. Енді районның бірақ бар управляющий банк жұмысын тастап 30-ге келді, презентацияны тыңдады, бәрін түсінді. Сол 30-ның кезде сабақ қатысты. Бір күні келіп тұр, мен уволен болдым деп жұмысынан. Представляете? Зам главврач, үлкен больницаның. Енді жаңағы министр қол қояды ғой, министрге барған екен, министр таң қалып қой, сол сен не ренжіп кетіп қалсың ба, сені главврач қылып қояйын ба деген ғой. Ол адам айтқан жоқ, мен сондай денсаулығым не бойынша деп. Сол үшін ондай жағдайға келеміз, 2 орындықта отырмаң деген. Басқа бизнес, басқа сетевой, басқа не бола ма, уже бұл жерде бизнес жүрісі қиындау болады. Сондай мағынада айтылған. Кейінгісі 18-ші. Оқу системасы ұсынған методикалармен жұмыс жасаң дейді. Қазір енді оқу системасын жаймен енгізіп жатырмыз. Оқу системасы не айтады? Оқу системасы өте оңай. 3 не бар болған бұл жерде. Соны орындасаңыз болды. 6 құпия. Өтіледі ғой, бизнес құпиялары 6 құпия. Арман, мақсат. Соның бәрі жазылып, сол жасалса болады. Екіншісі 4 дағды, 4 навыка. Өте керемет навык. Сол навыкты үйреніп алсаңыз, любой зат сатасыз. Мен кешегіде сол сату бойынша қалада тренинг өттім, сол жерде. Именно сол дағды дейді ғой, соның ішінде қарым-қатынас құрудың 6 пункті бар. Соны қолданып тұрып, жоқ билет 2 адамға билет саттым, орысша кітап оқып білмейтін адамға орысша кітап саттым. 200 теңге тұратын ручканы $130 саттым. Просто сол не да, техника. Қандай өте керемет. Сосын 7 параметр. Ол тренингтерде айтылады. 7 параметр сіз өзіңізді анализ жасап отырады. Бұл жерде жаңағы бұл кімнің бизнесі деген кезде, сол бұл әркімнің өзінің бизнесі. Бұл жерде бастық болу керек деп ойлаймыз ғой. Сол бастықпен танысыңыз келсе, қазір осы жерден тұрасыздар да, үйіңізде айна бар немесе селфи камераны қосыңыз, сол жерде бастықты көресіз.
ол сіз өзіңіз басты. Соны кім контрольдейді? Соны 7 параметрді белгілеп жүрсеңіз, сіз білесіз да. Соны сіз орындап жүрсіз, орындамай жүрсіз. Сіз жаңағы табысқа барасыз, бармайсыз, сол анықтап береді. Түсінікті ғой, оқу системасы ұсынған ненің бәрін үйреніп. Соңғысы кінәліні іздемең дейді. Кінәліні іздемең дейді. Кейде болады сондай, менің спонсорым үйретпейді, спонсорым жақсы емес, компания мынандай, продукциясы мынандай, бір айға дейін келмейді. Перде түскен жоқ бір жылдан бері, тағы бірдеңе, әртүрлі кінәліні іздеп, сонда кететіндер болады. Кінәліні іздемең. Кінәліні іздейтін болсаң, жаңағыдай бараңда жаңағы селфи камераны қосын. Сонда көресіз кінәлі адам кім екенін. Себебі менде спонсор жанымда болмаған, бизнес бойынша, енді Людмила Андросов болды, ол бірақ үлкен жастағы адам, сол өзінің өзінде 60-тан өтіп кеткен, ол тек сату болған, бизнес үйрете алмайды. Сол егер тәлімгерге байланысты болса, тәлімгерге байланысты, адамның өзіне байланысты. Компания деп алып қарайтын болсақ, қазір бизнес форумда көріп жатырмыз, ол біздің жұмыс жасаған компаниямыз өте керемет, мен алғысым шексіз. Ол университет, осы жаңағы білімнің бәрін сол жерден алдық. Өте керемет. Брендовый өнім, продукция, ондай компания болды. Бірақ кейіннен білсек, оның маркетингінде ақша көп емес, басқа емес, одан емес кінәлі. Әркім өзінде болады. Немесе партнерді сұрап, немесе продукция тағы басқа. В общем, қысқа сөзбен айтқанда, кінәліні тапқыңыз келе ме, селфи камераны қосамыз оған. Ал енді осы жаңа кеңестер, бұл кеңестер бағана басында айтқандай, 90 жылдан бері осы сетевой маркетингте миллиондаған адамдар үлкен табысқа жетті. Сол табысқа жеткен адамдардың тәжірибесінің жиынтығынан келіп шыққан. Осы кеңестерге амал қылып, жұмыс жасайтын болса, ойлаймын, әрбір адам үлкен табысқа жетседі. Сол мен сіздердің барлықтарыңызға осы жерге қандай арман, қандай ниет, қандай мақсатпен келген болсаңыз, соның барлықтарына жетісуіңізге тілектестік білдіремін. Біріншіден, екіншіден, барлық адам жетісетініне мен, сіздердің бәріңіз жетісетініне мен 100% сеніммен айта аламын, себебі мен 20 жыл бойы жұмыс жасаған кезде әртүрлі жастағы, 18 жасында келіп 40 жасында мультимиллионер, 80 жастан асып кеткен адамдардың сахнада автобонус деген үлкен дәрежеде берді, үлкен ақшалар алып отқан. Сондай жанында подружкасы бар, ол да 80-ге жақындап қалған. Сондай адамдардың автобонус үлкен табысқа жетіп жатқанын көрдім. Тракторист, 2 трактористі білемін. Сол бұрын компанияда үлкен дәрежеге жетті. Просто тракторист болған. Біреу Қызылорданың жігіті, біреу осы Өзбекстаннан, Ташобыстаннан. Шахтер, сауат жоқ, кәдімгі шахтада көмірге көміліп, қап-қара болып жүрген адам, соның табысқа жеткен, үлкен дәрежеде қазір де жұмыс жасап жатыр. Домохозяйкалерді көрдім, ешқандай оқымаған еш жерде. Кандидат науктарды көрдім. Диссертация жақтаған. Кандидат ненужных наук деп айтатын. Керек болса, мылқау дейді ғой, глухонемой, сондайларды көрдім, 20 жылдың ішінде табысқа жеткен. Сол үшін мен толық сеніммен айта аламын, сіздер бәріңіз үлкен табысқа жете аласыз. Бәріңізге үлкен табыстар тілеп қаламын. Сау саламат болыңыздар, кейінгі сабақта көріскенше. Қазір мен записьті өшіремін. Так.